Құрметті достар, бүгін сіздерге Жүсіп Злиха қиссасының ең әсерлі үзіндісін ұсынамын. Бұл оқиға сабыр мен адалдық және жүректен шыққан сезім туралы. Жүсіптің сабыры мен Злиханың сынағы әрбір жанға ой салады. Видеоны соңына дейін көріп, жүрегіңізді жылытыңыз. Жүсіп бар даусымен: «Уа Тәңірім, өзіңнен болсын медет, мына бәледен құтқар мен Қарабетті, өзің абырой бере көр» деп жалбарынды. Сол кезде тұла бойына рухани алапат күш құйылғандай болды. Екі көзін тарс жұмған Злиха болса, талықсып кеп Жүсіптің мойнына асыла берді. Жүсіп оның қолын қағып жіберді де сып берді. Злиха қапелімде не болғанын аңдамай сасып қалды. Дереу есін жиды да көйлегінің үстіне жеңіл іліп, соңынан қуа жөнелді. Осы кезде Тәңірі тағала: «Әй Жәбірейіл, Жүсіп құлым өз нәпсісін тежеді, зинадан қашу Жүсіптен медет қылу менен, енді темір құлыпты бұзып есікті аш» деп әмір қылды. Жәбірейіл сол заматта ауыр гүрзімен шынжыр құлыпты бір ұрды. Құлып быт-шыт болып шашылып қалды. Жүсіп сарайдың 7 есігін бірінен кейін бірін жарып өтіп сыртқа келіп те қалған еді. Злиха да Жүсіпті қуып жетіп жейдесінің артынан жағасына шап берді. Жүсіп сондай тегеурінді күшпен тысқа қарай атылғанда көйлектің артын дар етіп жыртылды да сыпырылып түсті. Жүсіп жыртылған киіміне қарамай сыртқа шығып барып шалынып құлады. Үсті-басы топырақ, аузы-басы лай болып түрінен түр қалмады. Злиха болса құмарлығын тоқтата алмаған күйі қуып жетіп еді. Жүсіптің шапанын тартып қалғанда артқы тігісі сөгіліп кетті. Қырсыққанда қымыран ериді деген сөз шығар. Әзиз Мисрида малайларын ертіп сарайды тамашалауға келген беті еді. Қарсы алдында түтігіп тұрған Жүсіпті, соңынан ілесе жеткен Злиханы көрді. Екеуінің өрт сөндіргендей түрлеріне қарап бір былықтың болғанын бірден сезді. Сөйтті де жағдайдың мән-жайын білу үшін екеуін куәгерлердің көзінше тергеді. Злиха жалма-жан қулыққа басты. Ол: «Әй Әзиз, мына ессіз неме есірейін деген екен, сиыр сипағанды, жаман сыйлағанды білмейді. Бар байлығыңды сарп етіп сатып алған, өз ұлыңнан артық көрген мына құлыңның ісіне қара» деп өтірік жылап жіберді. Әзиз: «Әй Злиха, міңгірлемей тездетіп айт» деп түсін суытты. «Не айт дейсің маған? Опасыз құлыңның оңбаған ісін айтуға тілім бармайды» деп Злиха даусын көтеріп еңкілдеп жылай бастады. Әзіздің де барған сайын қабағы түйіле түсті. Ол: «Ақ сөйле, бірін қалдырмай айт» деді. Злиха кішкене өксігін басып: «Сарайдың сұлулығына көзім тоймай тамашалап жүрген едім. Ысықтап кетіп, жеңіл киініп, кішкене тынығып жатқан едім. Көзім енді іліне бергенде мына құлың қойдыма қолын сұқты. Әлім келгенше қарсыласып, зорға қуып шықтым» деп қорлық көрген әйелдің кейпіне енді. Әзиз салмақты дауыспен: «Ал Жүсіп, ақ сөйле, маған опасыздық қылғаның рас па?» деді. Жүсіп: «Аллаға аян, Злиха маған жала жауып тұр, өтірік айтады» деді. Әзиз Злихаға қарады. Злиха: «Уа оңбаған, енді мені жалғаншы етіп шығардың ба? Әй Әзиз, не қарап тұрсың? Оңбағаның сазайын бер, 40 дүре соқ, сосын зынданға таста, жатсын іріп-шіріп» деді түтігіп. Жүсіп: «Әзиз қожам, мені жазалауға, азаптауға асықпаңыз, кейінде үлгересіз. Әділ істің арты екі деген, әуелі ақ-қарасын ажыратып алыңыз» деді. Әзиз тазалығыңа куә бар ма деп сұрады. «Расымен екеуінен басқа куә жоқ». Сол кезде Жәбірейіл: «Әй Жүсіп, оған кәниза Тілхамның бесіктегі 4 айлық сәбиден сұра деп айт» деді. Жүсіп: «Күнәсіз екеніме Тілхам күңнің бесіктегі баласы куәлік қылады» деді. Злиха: «Айттым ғой, бұның есі дұрыс емес» деп. «4 айлық бала сөйлеуші ме еді?» деп кекетті. Жүсіп: «Қақтан әмір жетсе, бесіктегі бала да сөйлейді» деді.
Әзиз Қарақылды қақ жарған әділдігімен аты шыққан атақты уәзір еді. Мысырдың патшасы оның парасаты мен шыншылдығына ұнатып, оны бас уәзір етіп сайлаған себебі де осы еді. Әділ істің артында еге болғанын жақсы білетін Әзиз осы сөзге тоқтады. Күңнің бесіктегі баласын дереу алдырды. Ол: ал Килхамның перзенті, мына жаман іс кімнен болды деп сұрады. Сол кезде Құдайдың құдіретімен бесіктегі баланың тілі шығып сайрап қоя берді. Нәресте: Жүсіптің жейдесін қара, алдынан жыртылса шапқаны, артынан жыртылса қашқаны. Ер болсаңдар осы төрелікке тұрыңдар деді. Мына кереметті көріп куәгерлер құлап қала жаздады. Бәрі сиынатын құдайлардың атын айтып жамыр астыда қалды. Жүсіп қайта сөз алып: бұл 18 мың ғаламның жаратқан ұлық Алламның құдіреті. Мен жалғыз Құдайға иман келтірген момынмын. Баланың тілімен періште сөйлеп тұр деді. Әзиз демін ішіне тартып қатты да қалды. Жүсіппен ойнауға болмайды. Не де болса тегін адам емес деп ойлады ішінен. Сөйтті де Жүсіптің жейдесіне байыппен зер салды. Жейде арқасынан жыртылған екен. Жүсіпті алдынан жүгіндіріп желкесін тексерді. Желкесінде осып кеткен тырнақ іздері қанталап анық көрініп тұр. Жүсіптің адалдығы, әйелінің арамдығы мәлім болды. Жүсіп болған оқиғаны бастан аяқ айтпақшы болып еді. Сол заматта Жебірейіл: әй Жүсіп, Зылиханың сырын жайып шерменде қылма, кісінің айыбын шапқанда түндей бол деген сөз есінде ме деп сыбырлады. Жүсіп дереу тілін тістеп кенет Зылихаға жаны ашыды. Әзиз: әй Зылиха, кінәсіз жанға неге жала жаптың? Қатын бар жерде кәпір бар деген осы екен ғой. Тез аяғына жығылып кешірім сұрады деп бұйырды. Зылиха елдің көзінше құлының аяғына жығылуға намыстанды. Бетін басып үйіне жүгіре жөнелді. Өсекші әйелдер: Әзиз Зылиханы шын сүйетін, сондықтан оны өлтірген жоқ. Төсегінде жалғыз қалдырып елдің табасына тастады. Өсекке таланып жазасын жан азабымен өтесін деп ұйғарды. Расымен де бұл ең ауыр жаза болды. Зылиха елдің алдына шығудан қалды. Бұрынғы мәртебе, құрмет, ғиззат көзден бұлбұл ұшты. Аттап басса елдің назары осыған ауып, өзара күбірлесе кететін болды. Осының кесірінен Зылиханың халі нашарлай берді. Түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден қалды. Өңешіне не ас, не су өтпейтін күнге жетті. Сарайдағы қатындар гу-гу өсекті құлпыртып жатқан еді. Олар бастары қосылса Зылиханы өсектейтін болды. Масқара, масқара, Зылиха құлақ кесті, құлына ғашық боп қалған дей ме, не дейді, деді шарап құятын сақының әйелі бетін шымшып. Ана зәулім сарайда құлына арнап салдырғанына секем алып едім, түйсігім алдамапты, деді қазынашының іштар тоқалы отқа май құйып. Зылиханың өзі расымен патша тұқымынан ба екен? Түбін бір тексеріп шежіресін ақтаратын екен. О заманда бұ заман ақсүйек қатын құлақ кесті құлына жабыса ма деп жасауылдың әйелі. Оны қоя тұр, сонша жабысып жүгіргенде ана құлы соған қараса жақсы ғой. Зылиханы кәрімстан деп менсінбепті, деді төмен басының қатыны. Құл құтырса құдыққа қармақ салады, күн құтырса бармақ тағады дегендей, бұрынғылар босқа айтты дейсің бе? Құтырған құл да қақпас десе, деді ірі ноянның бәйбішесі. Жұртты түсініп болмайды. Өзіміз осы бөтен еркекке қозбақ түгілі қарамаймыз да назар салмаймыз ғой. Жер жаһанның падишасы болса да, деді бөгеуілдің тоқалы ернін сылп еткізіп. Әзиздей ұлықтың төрдегі алтын басын жерге қарай сүйреді-ау мына сайқал. Қай бетімді шымшейін деп бас бармағын деді бағбанның қатыны. Бұлар Зылиханың күндестері еді. Жайшылықта дос болғансып теріс айналса арқасына өсек жіберетін. Олардың айтқаны Зылиханың құлағына заматта жетіп жатты.
Ол енді есін жинап қайраттанып көрсетейін сендерге Жүсіптің кім екенін деді де амал ойлап тапты. Бүкіл ұлы күшіктің қатындарын үйіне қонаққа шақырды. Бүкіл қызықты Зылиханың өз аузынан еститін болдық деп қатындар қуанысты. Бәрі жиналған соң Зылиха қонақтарына: қадірлі құрбыларым, мен сендерден артық кімім бар? Менің жан-жарамды түсініп, қайғы-мұңымды бөлісетін өздерің ғана, солай емес пе? Деді мүләйімсіп. Ақымақ қатындар оның не айтқысы келгенін ұқпастан: иә, бізден артық ешкімің жоқ, бүкіл сырыңды бізге ақтар, жеңілдеп жақсы боп қаласың, деп шуласты. Олай болса, менен бір өтініш: дастарханға отырмастан бұрын бәріңе бір шаруа тапсырамын, соны тындырып барып асқа отырасыңдар, деді Зылиха. Бәрі мақұл, деді. Ендеше мына бір сәбізді жабылып турап тастасақ, неге екенін сосын айтамын, деді де Зылиха бәріне бір тақтай пышақ, керсенмен сәбіз алдырып таратып берді. Олар Зылиханың түпкі ойын ұқпаған күйі пышақ алып сәбізді турай бастады. Зылиха Жүсіпті сылап тарап көркем күйге келтіріп, бөлменің төрінде таққа жайғастырып, ортаға қалың перде тартып қойған болатын. Қатындар әңгімені қыздырып, сәбізді шаштай қылып турап отырғанда кенет Зылиха атып тұрды да ортадағы пердені бар күшімен тартып кеп жіберді. Бәрі жалт қарады. Бөлменің ауасы көзді ашып жұмғанша өзгеріп шыға келді. Райханның қос иісі нәпсілерін қытықтай жөнелді. Қатындардың аузы ашылып, төрде отырған сымбатты еркектен көз айыра алмай қадалды да қалды. Бұл әлі бер жағы еді. Зылиха Жүсіптің бетіндегі пердесін сыпырып алды да лақтырып жіберді. О құдірет, о керемет, о ғажайып, деп дүрлігіп кетті қатындар. Әйелдер жыланға арбалған торғайдай тілі байланып естен танды. Мынау адам емес, періштенің өзі шығар, деп тамсанғанда сәбіз турап отырғандарын ұмытып, ойлары бұзылып, құмарлықтары қоза бастады. Қозған сонша өткір пышақпен сәбіз емес, саусақтарын бытырлатып турап жатты. Бірақ ауруын сезбеді. Бәрінің есіл-дерті: шіркін, мына жігітпен ойнап күлген әйелдің арманы болмас, деп төстерін ашып, сандарын жалаңаштай бастады. Жүсіп, шық бөлмеден, деп бұйырды Зылиха. Жүсіп бетін бүркеді де бөлмеден шығып жүре берді. Құмарлықтың қызуымен көздері тұманданған қатындар Жүсіптің шығып кеткенін байқамай қалды. Сілекейлері ағып, сандырақтап отыра берді. Сүт пісірім уақыт өткенде барып, жан-жақтарына қарап, ес жинап, бір-бірінен ұялып, етектерін жарыса жапты. Бір қатын қан жасап оған саусағын көріп, шыңғырып жіберді. Жалма-жан қолдарына қарады. Бір етінен өтіп, сүйегіне дейін туралып қалған саусақтары қаны сорғалап, еті жалбырап, сүйегі салбырап, жұқа теріге әрең ілініп тұр екен. Бұдан соң саусақтары сол күйі іске жарамай мүгедек болып қалды. Зылиха: ал сөйлеңдер енді, бөтен еркекке қызықпайтын, қозбайтын мықты едіңдер ғой, нағып жынды боп қалдыңдар. Шындарыңды айтыңдар, кімнің төзімі мықты, кімнің сабыры артық. Сендер бір көргенде осынша масқара болдыңдар, ал мен 6 жылдан бері оны жанындамын. Көрген сайын құмарым оянады, сонда да бой алдырмаймын. Бір ретке берілгенім соншама әңгіме қылдыңдар, бұдан былай маған емес, сендер етектеріңе еге болыңдар. Бір елі ауыздарыңа, екі елі қақпақ, деді. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.